Осыдан 20 жыл бұрын мектептен түлеп ұшқан аға әпкелерімізді қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Hayırlı kez, qadrli ustozlar. Hayırlı kez, qadrli ustozlar, ardaқты түлектер, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгін ерекше күн, бүгін сағыныш пен шаттық тоғысқан кеші. Бүгін мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан түлектердің араға 20 жыл салып қайта қауышу мерекесі. Уақыт зулап өтеді дейді. Кеше ғана мектеп партасында отырған балалар, бүгінде елге сыйлы азаматтар, аяулы ата-ана, өз саласының мамандары. Бірақ жүректе сақталған балалық шақ, мектептегі достық, қоңырау үні ешқашан ұмытылмайды. Ендеше 20 жылдан кейін кездесу кешін ашық деп жариялаймыз. Мектеп деген білімнің ғана емес, тәрбиенің ортасы. Ал сол ортаның жүрегі ұстаз. Құрметті ұстаздар, сіздердің берген білімдеріңіз бен ақыл кеңестеріңіз біз үшін өмір жолында үлкен орын алды. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шәкірттеріңіздің қызығын көре беріңіздер демекпіз. Құрметті ауыл тұрғындары, қонақтар, ұстаздарға арналған ыстық ықыласымызды қол шапалақпен білдірейік. Келесі кезекте өкінішке орай арамыздан ерте кеткен екі ару қыздарымыз Әбдіқадырова Әсел мен Алдабергенова Индира сыныптастарымыздың әруағына тағзым жасап, орнымыздан тұрып, 1 минут үнсіздік жариялауға рұқсат етіңіздер. Рахмет бұл жайыңызды. Мектеп бітіргенімізге 20 жыл толуына орай тарыдай болып кіріп, таудай болып білім нәрімен сусындаған мектебімізге, ұстаздарымызға алғыс айтуға алдарыңызға келіп тұрмыз. 20 жыл ішінде әрқайсымыз өз өмір жолымызды қалыптастырдық. Арамызда дәрігер де, мұғалім де, кәсіпкер де, мемлекеттік қызметкерлер де бар. Бірақ бәрін біріктіретін бір ғана ортақ мекен бар, ол туған мектеп. Сондай-ақ әртүрлі мамандық иесі болып елімізге қызмет жасап жүргеніміз ардақты ұстаздарымыздың арқасы. жыл білім алған мектебімізді бітіргенімізге 20 жыл толуына орай мектеп ауасының көгалдандыруына себепкер болайық деп су құдығын алғыс ретінде мектепке тарту етеміз. Сонымен қатар үлкен өмірге қадам басқалы тұрған жас түлектерге сәттілік тілей отырып, жүректен шыққан жыр шумақтарын арнаймыз. Тарихты да болашақты сөйлеткен, уақыт деген жүйрік елдің ойын еткен, кеше ғана кірпішкендай бүлдіршін, бүгін міне бозбаламен бойжеткен. Бұл арада жүректер бар жанатын, жүйріктер бар биіктерге шабатын, балапандар тай-тай басқан қадамын, қыран бүгін құмда өскен қанатын. Ұстаз ұста бабын табар темірдің, мектебінде өтті қызық не бір күн,
қимасаң да қоштасатын кез келді, бұлжымайтын заңы солай өмірдің. Алға басқан болашақсың жалғасын, азаматқа адам болу арғасын. Біз сендерді тек шыңдардан көрейік, өрендерім қанаттарың талмасын. Уақыт өткен сайын мектептің қадірі арта түседі. Бүгінгі кездесу жүректе мәңгі сақталатын ерекше кеш болсын. Баршаңызға амандық, отбасыларыңызға бақыт, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Сонымен қатар, осы жерде отырған қаш жетекшіміз Әбдіқадыр Сәкен ағай мен Жамқұлова Дүниежүзі апайымызға сөз кезегін берейік. Қадірменді менің шәкірттерім, қош келдіңіздер. Сапарларың оң болсын. Сендерге саулық, отбасыларыңа амандық, және де жүздерінен күлкі кетпесін, жүректерінен шыншылдық кетпесін деп тілеймін. Әрқайсың, әрбір отбасының ұйқысы болыңдар, қыздар, ана болыңдар, жігіттер, әке болыңдар, құтты болсын. Немерелерімен көп жасаңдар, үнемі осындай денсаулықтың арқасында кездесуге келе беріңдер. Мектепті ұмытпағандарына көп рахмет. Біздің берген білімімізді өздерің әрқашанда шыңдап, мінекей әрқайсының маман иелері болып жатыр екенсіңдер. Барлықтарына құтты болсын айтамыз. Сәттілік қаяқта жүрсеңдер де аман жүріңдер, жолдары ашық болсын, мәртебелерің биік болсын деп тілеймін. Бүгін қоңырау облыстың өмірді жолдарын ашық болсын. Алғым сіздерге. Одан кейін бақылау. Алғашқы осы мектепке келіп, қалған сыныбым 2 класс болды. 5-ші сыныптан Задапай екеуміз алдық. Задапайдан көбінде көп нәрсені үйрендім. Мектепке келіп жатқан кезде. Содан бері міне 20 жыл қапты, бітіргеннің өзіне. Ол 5-ші сыныптан алған есепімізді біраз уақыт өтіп кеткен. Өзгерген, ырза болдым мен. Ана күні осыдан бұл 5 жыл бұрын біраз дүниені естіп, ауыл осындай шыр жасайын деп жатыр екен, жақсылық жасайын деп жатыр екен. Ішімнен айтпай қуанып жүрмін, қуаныштымын. Жолдарың әрдайым ашық болсын. Осы алтын мектептерінде өзіміздің кіндік қанымыз тамған ауылымызды ұмытпай, естерінен шығармай, жырақта жүрсеңдер де мен ырза болдым жалпы. Әрмен қарай толып кетуі мүмкін, сондықтан жолдарың ашық болсын. Аман болыңыздар. Мына келешек жақсы болды. Енді сонымен қатар осы мектеп табалдырығын алғаш аттағанда тарыдай болып келгенде әріпті танытқан аяулы ұстазымыз Ешматова Салтанат апай мен Тоғызба Сәлима апайға сөз кезегін береміз. Саламатсыздар ма? Мен бәрі танысыңыздар, мен сіздердің келініміз, бәріңізге сәлем. Мен енді 1985 жыл осы ауылға келін болып келгенімді естіп, мен Бекманқұлдың келінім. Ұмыт қалған шығарсыздар, бірақ бәріңіз танып отырмын мен апаларды. Мына кісілердің менің бірінші классым. Шынымды айтсам, мен 86 жылдан бастап мұғалімдік бастадым осы мектепте. Сонда негізі жоғары класста сабақ беріп жүрдім. Ол кезде Базарбай директор еді. Сәлима, бастауыш класста уақытың болса қайта сабақ бере аласың ба деп сөйтіп жағдай етті. Сосын
апамдан сұрап көрейін, апам келсе жасайын дедім. Сонда осы қазір келіп отқан оқушыларды мен алған едім. Енді сіздердің барлықтарыңызды мен көздеріңізден танимын, если честно. Көздерінен адам танимын, адам өзгеріп кетеді ғой қанша. Енді шынымды айтсам, 30 жыл болыпты. Мен Жандос маған звондаған уақытта өте қатты қуандым. Себебі мен негізі жоғары класста сабақ бердім да, ол жоғары класста енді үлкен адамдарша былай хабар нетесіз ғой. Ал бұл классқа келгенде мен әр оқушының шынымды айтсам, әрқайсыңыздың қолыңызды ұстап, қолдарыңызды бірінші иықтарынан ұстайтынмын, одан кейін қолдарыңызды ручка жаздыртатынбыз, әр дәптердің бетіне қалай жазатынын көрсетіп, сол осы оқушының бәрін қолын ұстап, иығын ұстап, басын сипаған едім. Ал енді жоғары класста ондай онша болмайды ғой. Сондықтан мен бұл класс мен есімде қалғаны. Себебі сол ең бірінші рет бастауышқа сабақ бердім, и сол бір-ақ рет бердім. Қазір менің мұғалім болдыңыз ғой, қандай қызықты оқиғалар болды десе, ең бірінші осы класс есіме түседі. Себебі жаңа айттым ғой, бірінші класс. Бірінші класс деген кішкентай ғана 5-6 жастар бала, үйдегі ерке балалар. Мен де бұларды барынша еркелеттім. Енді қазір түрлеріңді бұлай танып тұрмағанмен, сізден көздерінен танимын, көздеріңізден. Себебі адамның өзі өзгерсе де көзі өзгермейді ғой. Мен сіздер шақырғанға өте қуаныштымын. Жандос қайтты, мен сразу барам деп уәде бердім. Сол бойынша уәдеме келдім. Сіздердің осылай кішкентай ғана тардай болып келіп, таудай болып шыққан балаларды көріп тұрып өте қуанып тұрмын. Барлықтарың уже бір үйдің иесі, бір семьяның иесі, Қазақстанның үлкен азаматы деп түсініп отырмын. Алыста болсам да, бірақ шынымды айтсам, только осы бірінші класс есімде қалғаны. Енді бастауыш класс пен жоғары класстың ерекшелігі өте арасы айырмашылық көп. Сондықтан бұл балалардың маған естеліктері көп. Енді бұл балалар мен өзім ойладым, бірақ балалар мені ұмытып алған шығар деп. Енді 30 жыл өтті одан бері. Мен 30 жылда шынымды айтсам Қарғалыға 3-ақ рет келдім. Одан кейін осы Жандостың шақырғанда қуанып келіп отырмын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Осы әдемі болып жүре беріңіздер. Игі істеріңіз алға баса берсін. Естіп жатырмыз бәрін. Барлықтарыңызға рахмет күшті. Мектепті ұмытпай, мұғалімдерді ұмытпай, біздерді еске алып жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Айналайындар деп қояйыншы. Мына 20 жылда кейінгі кездесулерің құтты болсын. Дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық тілеймін. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Жасап жатқан игі істеріңе көп рахмет. Бізде еске алып, осындай мектепке келіп, кездесу жасап жатқандарыңа көп рахмет айтамын. Сол өсіп өне беріңдер. Бүгінгі 20 жылдық кездесу кешіміздің қорытындысын сыныптасымыз Жүсіпбекова Әлияның орындауында ұстазым әнімен аяқтаймыз. Қайырлы күн алтын ұя мектебім, қадірлі ұстаздар. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. 2025-26 оқу жылын сәтті аяқтауларыңызбен құттықтаймын. Бізге берген білім мен тәрбиелеріңіз үшін мың алғыс. Отбасыларыңызға амандық, береке, қуаныш, бақыт тілеймін. Ұстаздарға арналған әнді қабыл алыңыздар. Oh,
2006 жылғы 33 түлектерге ыстық лебізін білдіруге мектеп директоры Досбаев Қанатайға сөз кезегін береміз. Алдына үлкен қызықты шараның куәсі болып жатырмыз. Мына енді 20 жыл бұрын мектебімізден түлеп ұшып, арманына, сол арман мақсаттарына жетіп, 20 жылдан кейін келіп, алтын ұя мектебіне келіп, өздерінің жетістіктеріне жеткен, соны осы жерге паш етуге біздің түлектеріміз келіп отыр. Сіздерге көп мың алғыс. Өйткені қазіргі кезде бізде көп 50 жылдық, 60 жылдық дегенде бар, бірақ соғы мектепті сақайналып, мына алтын ұя мектебінде келмейтінде түлектеріміз бар, ол бір нәрсе дәметіп емес, біз тек қана ыстық лебіздерімізді білдіріп, ұрпақтың сабақтастығы, біздің бітіріп жатқан түлектерге өздерімізді көрсетіп, бізде осылай болып келіп жатырмыз. Келешек елдерде аман есен, мұрттарын бұзылмай, осы мектепке, алтын ұя мектептеріне түлеп шыққан. Оған келіп, сәлем беріңдер деген мағынада тәрбиеде келіп жатыр деп түсінемін бұны. Отбасыларымыз амандық болсын, тыныш аман болсын, өсіріп отқан қыздарымыз үлкен азамат болсын. Сіздерге мың алғыс. Осы кеп тағзыметті болсын мектептеріне. Мектепті де бір мешіт дейді. Бірақ қазір айтып отыр ғой, мектеп сырқайналып мешітке көп кетіп жатыр деп. Сол үшін ол да дұрыс шығар енді. Жаңағы баратын жерімізге шамамен алатын ойланып, ол да дұрыс. Енді мына амандық тілеймін сіздерге. Соны жасап жатқан тірліктерің үшін алғысқа, құрметті мектеп түлектері. Мектебіміздің 20 жылдық мерейтойы аясында білім беру, білім ордасына көрсеткен қолдауларыңыз бен тарту еткен сыйларыңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сіздердің мектепке деген ыстық ықыластарыңыз, құрметтеріңіз бен жанашырлықтарыңыз кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық игі іс. Туған мектебіне деген қамқорлық пен сыйластық танытып, қосқан үлестеріңіз үшін ризашылығымыз шексіз. Сіздердің әрдайым мектеп мерейін асқақтатып, білім ордасын дамуына үлес қоса беретіндеріңізге сенім білдіремін. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Биік белестерді бағындырып, мәртебелеріңіз арта берсін. Бұдан ары қарай 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық мерекелерінде өстіп бастарыңыз аман болып кездесе берейік. Осы жерде амандық тілеймін. Сіздерге рахмет. Ал біздің кішкентай 20 жылдық кешімізге уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да бір хабарландыруымыз бар. Ауыл чаттарында айттық. Қазір сағат 11-де менің сүйікті ауылым Қарғалы тақтасының ашылуына келіңіздер. Одан кейін мешітте екі қызымызға арнап, сондай-ақ осы мектеп бітіргенімізге 20 жыл толуына орай ауыл халқына ас беру мақсатында құран оқытып жатырмыз. Сол жерден келіп дәм татып кетіңіздер. She
тұрғындары, ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, бүгін баршамыз үшін айрықша мәні бар, ерекше жүрекке жылу сыйлайтын тағылымы терең тарихи сәт. Бұл туған жерге деген шексіз сүйіспеншіліктің, азаматтық парыздың, бірлік пен бауырмалдықтың жарқын көрінісі. Біз бүгін қасиетті Қарғалы топырағында сүйікті ауылым Қарғалы атты еңселі жазу тақтасының салтанатты ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Бұл игі бастама 1989 жылы дүниеге келген азаматтардың мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай туған ауылына жасаған жүрек жарды тартуы. 20 жыл бір белес, бір дәуір. Осы уақыт ішінде әрқайсысы өмірдің сан түрлі жолынан өтіп, еңбек етіп, отбасы құрып, елге қызмет етіп жүрген азаматтар бүгін туған жеріне тағылым жасап, өздерінің перзенттік парызын осылайша айшықтап отыр. Туған жерге туың тік дейді дана халқымыз. Ел іші алтын бесік, ал сол алтын бесікті көркейту әр азаматтың абыройлы міндеті. Бүгінгі шара жай ғана нысанның ашылуы емес, бұл ұрпақ сабақтастығының, елдік рухтың, туған жерге адалдықтың белгісі. Туған жер, ол әр адамның кіндік қанын тамған қасиетті мекен. Балалықтың бал дәурен өткен ыстық ұясы, оның әрбір тасы, әрбір көшесі, әрбір самалы біз үшін қымбат. Осындай игі істер арқылы ауылымыздың келбеті көркейіп қана қоймай, оның рухы асқақтай түседі. Қадірлі қауым, құрметті ауылдастар. Бүгінгі игі істің ұйытқысы болған 1989 жылғы азаматтар бірліктің, ұйымшылдықтың, елге деген жанашырлықтың жарқын үлгісін көрсетіп отыр. Бірлік бар жерде тірлік бар, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Осы сөздердің шынайы дәлелі осы емес пе? Ендеше осындай берекелі бастамалар жалғасын тауып, ауылымыз күн сайын көркейе берсін деп тілейміз. Келесі әдемі әсем әнді сыныптасымыз Әлия ауылым әнімен. Жүсіпбекова Әлия қыздарыңыздың орындауында қабыл алыңыздар. Өскен жерге келем бәрінен биік бағасы, кәрі тау бөктері ағынды судың жағасы, көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы.
Құрметті ағайын, енді кезекте осы нысанның лентасын құю рәсімі үшін ауыл әкімі Әбуов Дәулет ағамызға сөз береміз. Армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, бүгін міне өздеріңіз куә болып тұрсыздар. Әр азаматтың туған жері Мысыр шаһары дейді. Осы 1989 жылғы азаматтарымыз мектеп бітіргеніне 20 жыл толуына орай ауылымыздың өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосып жатыр. Міне бүгін өздеріңіз куә болып жатсыздар. Сүйікті ауылым Қарғалы атты бір жағынан ауылға көрікпесе, екінші үлкен демалыс орны болады. Сондықтан мынау ауылға келген қонақтарымыз жақсы көңіл күйде болып, осы халыққа қызмет жасайтын қасиетті мекен болсын деп тілеймін. Сіздерге осы кеше басталғалы бері осырада жүрміз. Азаматтарға үлкен рахмет сіздерге. Осындай ауылымыздың өсіп-өнуіне, көркеюіне үлкен үлес қосып жатсыздар. Бұл өздеріңіздің кейінгі ұрпаққа да үлкен өнеге болады деп білемін. Сондықтан сіздерге, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс, әрқашан абыройлы болыңыздар. Үлкен биіктерді көре беріңіздер. Сіздерге ризашылығымыз шексіз. Рахмет. Ал енді лента құю рәсімінің куәгері болыңыздар. Мында келіңіз. Өзіңіз келесіз. Бисмилlah. Ардақты аяулы ауылдастарымыз, тарихи сәттің куәсі болдыңыздар. Мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай туған жеріне осындай тағылымды тарту жасаған 1989 жылғы азаматтарға шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Туған елге деген құрмет, туған жерге деген махаббаттың айқын көрінісі. Туған жерге қызмет абыройлы міндет. Отан отбасынан басталады. Ендеше ауылымыздың мерейі үстем болсын, ынтымағымыз бекем болсын, берекеміз арта берсін. Енді кезекте ауылдың ақсақалдарына сөз кезегін берейік. Қоғамдық кеңестің төрағасы Төлегенов Беркінбай ағамыз сөз кезегін береміз. Ассаламу алейкум. Құрметті Қарғалы тұрғындары және ауылға келген қонақтар. Мынау өзі ауылымызда үлкен іс болып жатыр. Оны бастама жасап, мынау 1989 ұл қыздардың арқасы. Елін сыйлап, өскен жерін сыйлап, осы жүрген жерін ойлап,
осыншама бізге, елге, осы келешектегі жастарға арнайы мынандай соғып беріп атқандарына көптен көп рахмет. Негізі кім болса да ауылым, елім деген жүрек болу керек. Мына соның куәгеріміз. Құда қаласа бүгін мына ашылу салтанаты болып жатыр. Осы елдің көркеюіне көп үлес қосып жатқан азаматтарға көп рахмет. Құда қаласа келешектегі осыларға еріп келе жатқан жастарды осындай бір істі алып, осындай Қарғалы тұрғындардың мәртебесін көтерілгенге созады деген сенімдемін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қайда жүрсеңіздер де аман жүріңіздер. Елді ұмытпағандарыңыз үшін көп рахмет. Сонымен қатар ақсақалдар алқасы төрағасы Дүйсенбаев Қазбек көкемізге, сондай-ақ бұрын ауыл тұрғыны болған, ауылға қонақ болып келіп отырған сырт көз сыншы дейді, бізге солай ақ тілегін білдіру мақсатында Қайнарбеков Абдрахманов көкемізге сөз кезегін береміз. Қазбек көке, Абдрахман көке ортаға келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті менің жерлестерім. Барлықтарыңыздың Алла тағала отбасыларыңызды аман қылсын, зор денсаулық берсін. Мен Қайнарбеков Абдрахман осы ауылда 25 жыл тұрдым. Балалық шағымыз осы арада өтті. Қалмақан Абдықадыр мектебінің бірінші түлегіміз біз. Одан кейін қанша жұрт келді кетті, бәріміз қолымыздан келгенше әйтеуір жасағанымыз жасадық. Бірақ бүгінгі тірліктеріңізге Алланың нұры жаусын сіздерге. Сіздердің істегендеріңізді ешқайсымыз істей алмадық. Алла сіздерге өмір берсін, бақытты баянды ғұмыр берсін. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Барлық тілектерің, мақсаттарың, арман тілектеріңе жете беріңдер. Алла тағала сендерді ауызбіршіліктерден ажыратпасын. Құда қаласа осы 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жылдық бәріне аман есен, бастарың аман, бауырларың бүтін жете берулеріңе мен шын жүректен тілектеспін. Сіздерге Құдай қуат берсін. Өзі өмірде адам неше түрлі адаммен жолдас бола береді. Жұмыс бабымен көрші болады, қолаң болады, ағайын болады, араласады. Бірақ ішіндегі ең ыстық бұл класстастар. Балалық шағын бір өткен адаммен ешқандай адам теңдесе алмайды. Құдай ауызбіршіліктеріңді, берекелеріңді берсін. Құрметті ауылдастар, түлектер, бүгінгі мереке құтты болсын. Осындай ауылға өздерінің кіндік қан тамған жер, Қарғалы ауылына осындай керемет демалыс орнын сыйлап жатқандарыңызға көп рахмет. Өркендерің өссін. Кеше ғана мектеп бітірген, бүгін барлығы үлкен азамат, өздері де ата-ана болып, балдар тәрбиелеп өсіріп отыр. Өркендерің өссін, өсіңдер, өніңдер, осы ұл қыздарының қуаныш пен рахатын көре беріңдер. Әрқашан осындай жұптарың жазылмай, жаңағы айтқандай 40 жылдық, 50 жылдық бірге қарсала беріңдер, төлей беріңдер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құтты болсын тағы да. Рахмет. Туған жеріміздің тұғыры биік, мәртебесі асақ болсын. Қарғалы ауыл көркейіп гүлдене берсін. Көк туымыз көкте желбіреп, елдігіміз мәңгі жасасын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі тарихи сәт елдігіміздің, бірлігіміздің, туған жерге деген шексіз махаббатымыздың айқын көрінісі болды. Осындай игі істің басында қасында жүрген 1989 жылғы азаматтарға өзімнің құрдастарыма тағы да шынайы алғысымды білдіргім келеді.
сіздердің бүгінгі жасаған ізгі қадамдарыңыз ертеңгі ұрпаққа үлгі, елге қызмет етудің жарқын көрінісі. Ал рұқсат болса, қазір ауыл әкімі Әбуов Дәулет ағамыздың тағы бір сөзі бар екен, соны сөйлеп берсін, одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті ауылдастар, бүгін ауылымызда өте қуанышты күндер болып жатыр. Соған байланысты кеше 7 май ерлер азаматтар күні болса, 9 май жеңіс күні болды. Осы 9 май жеңіс күніне байланысты ауылымызда өздеріңіз білесіздер, Тағзым алаңында қанша ардагерлеріміз Отан соғысында тірі келген, сояқта қайтпай кеткен, із-түзсіз жоғалып кеткен қанша ағаларымыз, аталарымыз бар. Соның бірінде ауылымызда Айтуған Жантас ағамыз өзі түсінде аян беріп, келмей қалған сояқта аталарын басына барып, Москваға барып, сояқты іздеп тауып, сояққа топырақ салып келген болатын. Соны қарулы күштердің ардагерлер Республика қоғамдық бірлестігінің атынан кеше 9 майға алғыс хатпенен төсбелгі берілген болатын. Бүгін сол қолымызға бүгін енді жетіп тұр. Осыны табыстауға рұқсат етіңіздер. Сағадат Нұрмағамбетовке 100 жыл медалымен марапатталады. Қарулы күштерінің ардагерлері Республикалық қоғамдық бірлестігінің орталық кеңес төрағасы, халық қаһарманы армия генералы Алтынбаевтың төсбелгісімен марапатталады. Құрметті Жантас Батырханұлы, сіздің ұрпақ сабақтастығын нығайтудағы еңбегіңізді біз үнемі үлгі тұтамыз. Атаңыз Айтуған Мәделханның тағдырын анықтау жолында аңызға бергісіз жайды бастан кешіп, әруақтың аян беру арқылы оның жерленген жерін таптыңыз. Басына барып, Құран бағыштап туған жердің ұрыс топырағын апардыңыз. Бұл өлі риза болмай, тірі байымайды деген нақылдың айқын айғағы. Атамның аманаты қоғамдық бірлестік атынан сізге шынайы алғысымды білдіре отырып, алдағы уақытта зор денсаулық, қажымас қайрат, мол табыстар тілеймін. Атамның аманаты қоғамдық бірлестік төрағасы Молдағалиев. Ал құрметті ауыл тұрғындары, не дейміз, мынау себептен себеп болып қой, мына тірліктің болып жатқаны. Мен оны бір ойдан шығарған нәрсе емес, бәрі болған нәрсе, болған оқиға. Сондай болып жоғалып кеткен қаншама кісілер іздеусіз қалып жатыр. Туысқандарыңыз, ағайындарыңыз, нағашы жұрттарыңыздан болсын, бәрін іздесеңіздер әлі де табатын мүмкіндік өте қазір көп. Біз енді мен бірінші очередте мен мынау қызым Ботагөзге рахмет айтамын. 89-ның түлегі. Бұл мен көрген нәрсемді айттым ауылда. Бірінші бастамасы мына ауылдың әкімі, қазір ол кезде әкімнің маманы болып тұрған Дәулетке рахметімді айтып басын деймін. Бастағы әңгіме айтылғаннан бастап жолда аша бастағанда осы кісі, оның ар жағында мына қызым ол кезде докторантураны оқып жүрген Түркияда. Ол жаңағы түсімді көргенде естіп, телефонмен сөйлескенде ол видикпен телефонмен сөйлесе, сөз үзіліп қалады, видикті көрсететін бейнесі үзіліп қала береді. Мен кегесін сөйлесеріміз, Алла сатынса табарымыз деп, кегеннен кейін барып, мені жетектеп алып жүрген Ботагөз қызыма мыңдаған рахмет. Жаманшылық көрмесін. 89-ның ұл қыздарына бәрлеріңізге рахмет. Себептен себеп болып, мынандай нәрсе мен ойлаған жоқпын. Кеше ұлдарым, қызым бар.
қыздарым бар. Трактор сыйлап жатса, бүгін мынандай трактормен болады деп ойлаған жоқпын, естіген жоқпын сөздің туысы. Тракторды естіген жоқпын, сюрприз бар сіздердің арқаларыңызда. Жақсы. Бәрлеріңізде бас ием алдарыңыз. Рахмет. Керемет көке. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Тосын. Рахмет сізге. Туған жер тұғырым, елім менің тірегім, бірлік бар жерде береке бар. Ендеше ауылымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ынтымағымыз жарасып, берекеміз арта берсін. Қарғалының мәртебесі биіктеп, абырой асқақтай берсін. Қадірлі қауым, көңілдеріңіз шаттыққа, жүректеріңіз қуанышқа толы болсын. Енді баршаңызды мерекелік көңіл күйге бөлейтін рухты әнге кезек береміз. Қадірлі ағайын, құрметті ауылдастар, туған жер әр жүректің ең қастерлі мекені. Сол қастерлімізді қастерлей білейік. Олай болса баршаңызды елге деген сүйіспеншіліктің әнұранына айналған әсем туындымен қауыштырмақпыз. Қарсы алыңыздар, Атамекен әнімен Дарханды сыныптасымыз. Құрметті халайық, енді мен осы жерде барлық 1989 жылғы мынау қыздардың атынан өзіміздің жаңағы ең бірінші мынау жігіттеріміздің келіншектеріне үлкен алғыс айтқым келеді. Молодец. Бұл жерде келіншекті тәрбиелейтін енесі. Бұл енелердің барлығы үлкен кісілердің тәрбиесін алған енелер. Сондықтан бұл кісілерден жаман ене шықпайды. Және бұл жаман енеден тек жақсы келіндер көріп тұрмыз. Мындай неше күннен бері аяқтарынан тік тұрып,
қызмет қылып жатқан келіншектерге Алланың нұры жаусын, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Алла тағала сіздерге тек жақсылығын аямай бере берсін. Және де осындай келіншектерді бір үйдің баласындай, бір тауықтың жаңа қорасындағы балапандарындай қылып үйде болып, соның бәрін басқарып отқан бірінші очередь біздің азаматтар, біздің сыныптастар. Рахмет сіздерге. Ырзамыз. Құрметті ауыл тұрғындары, қазір енді мешітке барып, сол ауыл үшін жасалған дастарханнан дәм татыңыздар, Құранның арасында болыңыздар, барлығы сіздер үшін. Суретке түсіп шамалы естелікке.